Шығыс халқы адыраспанның киесі бар деп есептеген. Тіпті оны аяқ астында таптамай, ат үстінен керекті мөлшерін ғана алып ем қылатын. Үйге арыз, баға келсін деп босағаға іліп қояды. Әлі күнге дейін өзбектер жол сапары сәтті болсын деп көліктің алдыңғы әйнегіне іліп қояды екен. Жас келін босанғанда, сәбилер сырқаттанғанда, өкпе ауруына шалдыққанда адамдарды аластайды. Адыраспанға қылшаны және ермен, кермек жусан шөптерін қосып, күн батар кезде әдейі арналған ыдысқа өртеп, оның түтінмен емдейді. Оны тамақ ішетін, киім жуатын, малға шөп беретін ыдыста түтетуге болмайды. Құрамындағы олы қоспалар кері әсер етуі мүмкін. Адыраспан көп жылдық өсімдік. Қазақстанда адыраспанның бір-ақ түрі өседі. Биіктігі 20-60 сантиметр. Гүлдену мерзімі мамырдың аяғы мен маусым айында, шілде айында жемісі тола бастайды. Адыраспан ең көп тараған емдік шөптердің бірі. Адыраспанның ерекше қасиеті өкпе ауруына ем. Өкпе туберкулезі, демікпе, ентікпе, тағы да басқа әртүрлі өкпе ауруларына шалдыққанда адыраспанды пайдаланған. Көп жағдайда суық тиіп ауру басталғанда адамның денесі мұздап, қалтырап берекесі кетеді. Сол кезде адыраспанның қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Тер шығару мен несеп айдау адыраспанның ерекше қасиетінің бірі. Адыраспан көбінесе жол жағасында, шөлейтті, әрі құрғақ жерлерде өседі. Бір ескере кететін жайт. Адыраспан улы болғандықтан пайдалану мөлшерін сақтап абайлап қолданған жөн. Бірінші байлық денсаулық, дені саудың жаны сау деп ата-бабамыз айтқандай, дендеріңізге саулық тілеймін. Ауырмаңыздар.